Соқа басын әрең сүйреп жүрген әйелге бала керек болып қалыптымыз. Діттегені бала емес, пана екені айдан анық. Перизаттай сұлудың жүнжіген түрінен адам шошиды. Үйсіз-күйсіз жүрген көшедегі жалаңаяқ қайыршымен пара-пар. Сабақтан келіп қалған Тұрар сөмкесін иығынан түсірмей, әлгі дуана әйелге таңырқай қарады. Балам қайда? Балам, иә, бұл менің балам. Сен тумаған бедеу қатын екеніңді қалайша ұмытқанмын, құлыншағым, келе ғой, мен сенің туған анаңмын деп Тұрарға қарай беттегенде үркіген асау айғырша жүйткей жөнелген балам бөлмесіне тығылып қалды. Сырттағы жанжалдан дегбірі қаша жаныма жетіп келген сағыныш мелшиіп тұрып қалды. Дүние астан-кестен төңкерілсе де, ана мен баланың кіндігі бір-біріне жіпсіз байлануы осы болар балам. Сіз менің туған анамсыз ғой, Апа айтшы, мен шатасып тұрған жоқпын ба? Бұл кісі Перизат апай ма? Жоқ, апай емес, мен туған анам болар деп шырпыры шықты. Перизат болса, иә, балам, мен сенің туған анаңмын. Келші бермен, құшағыма қысайын деген кезде денем дір етіп, баға жетпес асылында жүрегімнен, қолымнан суырып алғандай болды. Сағыныш жалтақтап біресе маған, біресе анасына қадам баса алмай тұрды да мені құшақтады. Анашым, мені өсірген сіз. Туған анам болмасаңыз да өз балаңыздан кем көрмедіңіз. Мен сізді таңдаймын дегенде мен. Жоқ, балам, қателеспе. Анаң ана кісі. Мен сені өзегіңнен теппеймін. Таңдау жаса деуге де құқым жоқ деп Перизатты үйге кіргіздім. Жексеннің қарсылық танытқанына қарамастан ас суын беріп тап-тұйнақтай киіндіріп қойдым. Білем, дәл қазір сіз мені ақымақ қатынға балап оқып отырған шығарсыз. Мен анамын. Перизатты ана. Оның да мен сияқты баласын бауырына басуға хақы бар еді. Бірақ, бәрі де мен сияқты дүниеге өзгеше мейіріммен қарайтындығына тағы да көз жеткізеді. Перизаттың көзі балаға емес, кішкене болса да іші жылуға толы үйімізге түскен екен. Мүләйімсіп жүріп, астыртын жұмысқа әрекетін жүзеге асырып бақты. Сандықшам толы алтын күміс болмаса да азын-аулақ жиып тергенімді үптеп кетіпті. Сөредегі іліп аларлық тәуір киімдерім мен бас киімдерімді қолды еткен Перизаттан басқа не күтуге болар еді. Ардан безген әйелге жаным ашып, баласымен табысуына мұрсат берген мен ақымақ. Полиция қызметкерлеріне шағымданайын десем, баламды ойлап қоямын. Онсыз да көкек анасының кішкентайында тастап кеткенін, анаңның басқа амалы болмады деп жылы жапқанбыз. Алды-артына қарамай баласынан безген адам да қайыр болсын ба. Қайткен менде шындықтың беті ашыларына кәміл сенгенмен, жалған анасы атанғым келмеді. Күндердің күнінде туған анасы алдынан шыға қалса, мені мәңгілікке кешірмей өлтір деп қорыққаным да рас. Сағынышқа анасының үйін тонап, тағы да қаша жөнелгені жанына ауыр соққы болып тиді. Опасыз анадан садаға кетсін деген Жексен Сағынышты алып біраз уақыт қалада жалғыз мекен еткен әпкесінің үйіне кетті. Өз күнін өзі көрем деумен қол аузына жеткен шақта өмірі зу ете шыққан Шырын әпке тұрмыс құра алмады. Жетімдер үйінен бала асырап алуға қанша тырысқанымен көмілген құжаттардан шаршап, райынан айнып та қалды. Шырын әпке Сағынышты жылы қарсы алды. Мәселенің мән-жайына қанық болған әпкеміз бауырының баласын бауырына басты. Қарсылық танытпаған Сағыныш үшін оңтайлы шешім осы еді. Себебі мектептегі оқуын тәмамдап, жоғары оқу орнына құжаттарын дайындап жүрген. Көңілі жайланған Жексен көп ұзамай үйге қайта оралды. Сағат зырғып, күндер зулап өте берді. Тұрар үлкен өмірге қадам басып, әр жетістігімен бізді қуантатын. Әкесі кәмелеттік жасқа толуына орай автокөлік кілтін сыйға тартты. Баламның қуанышы қойнына сыймай, бізге алғысын жаудырып бақты.
Бәрі өз орнына түсті-ау дегенде аяқ астынан Тұраржан бейтаныс бір қызды жетектеп үйге әкелді. Алғашында құрбысы болар деумен үйге кіргізіп ем, баламның «Мама, танысып қойыңыз, бұл сіздің келініңіз» деп қойып қалмасы бар ма? Үстіме суық-суық құйылғандай қалшылдап, денем тітіркеніп, мәселенің мән-жайына қаныға алмай, аузым ашылды да қалдым. Кеше ғана зар жылап жарық көрген балам өзінен 3 жасқа үлкендігі бар Арайдың аяғын ауырлатқан. Мұндай сорақылықты күтпеген мен келінге босаға аттатудан басқа амалым қалмады. Сонда да менің дұрыс тәрбие бере алмағаным ба? Дүниенің күйін күйттеп жүргенімде Тұрарды қай уақытта осынан шығарып көзінен таса қылдым екен. Ана деген асыл сөзге лайық болу үшін барымды салып, асты үстіне түскенім бекер болғаны ғой. Жоқ, әлде тәтті тамақ бергенімше қамшылап жігерін қайрауым керек пе еді? Не де болса етек жеңді жейдім-ау дегенімде мен енді апаттанбақпын. Аузынан сүті кетпеген баламды бас пайдасына асырған Арайға өкпем қара қазандай. Тұрардан әлде қайда кексе көрінетін келінді жаныма жақын тұтып қызындай көре алмадым. Маған жағу үшін барын салып, басқа да әр ісіне мін тағып бүлік шығаратынмын. Іші көзге көрініп қалған кез, есік алдындағы кірпіштерді арлы-берлі көтеріп тасытқаным есімде. Сондағы менің миымның жеткен жері, егер іштегі баласы жетінеп түсе қалса, үйден қуып шығарармын деген ой ғой. Келіндік міндетін кіршіксіз атқарғанымен ілік іздеген адамға тырнақ астынан кір табыла кетеді. Жазықсыз жала жауып, жұмасына балама айдақтатып салатын. Иә, білем, менің бұл күнәм, кешірім жоқ. Шет адамға сын айту оңай әрине. Бірақ сіз де бір сәтке ойланып қараңызшы. Жылдар бойы сарылып күткен балаңыз сіздің рұқсатынсыз қайдағы жоқ біреуді әкеліп көңіл қосар болса не істер едіңіз? Мен оны 10 жыл жалбарынып, 9 ай толғатып қолыма алдым. Әрбір қылығына алданып, болашаққа ғажайып жоспар құрып, келінімді адалынан, құдалардың қолынан құтты орнына қондыруды армандаушы ем. Қайдағы бір бойжеткен баламды құрығына түсіріп, басымен бағым байлады. Ішіндегі нәрестенің баламдікі екендігіне де күмәнім басын. Баламнан біреудің ары түгілі шашына рұқсатсыз демейтін анасынан басқа кімге аян? Жоқ, маған келінім мүлде ұнамайды. Ертерек құтылсам, бәрінен де жақсы боларын кәміл сенетін едім. Әттең, сол кезде Тұрардың Арайсыз өмір сүре алмайтынын, бір-бір үшін жаралғанын білсемші. Аналық көр соқыр махаббатыма салынып, 2 жастың ортасына түспес пе едім. Адастырам десе сайтанның арбауына түсу әп-сәтте екен-ау. Пендешілікке салынған сабырсыздығым, көзсіз қызғанышымның балаларының қабырғасын қайыстырып, бүйіріне батқанын білсемші. Ана деген аттан садақ әкеттір Хадиша жан. Енесінен күнде озбырлық көрген келінім күйзелісінің салдарынан дені сау ұрпақ әкеле алмады. Кесірім іште жатқан жазықсыз немереме тиіп, туа бітті құлақ кемістігінен өмір сүруге мәжбүр. Келінім Арайға сонда да ұрсуымды доғармай, баласының кемістігін бетіне баса бердім. Балама тыныштық бермей, құлақ етін жеп, мазасыз күйге түсірдім. Шыдамы шегіне жеткен Арай баласын құшақтап төркініне кетті. Шынымды айтсам, мен оған қуанбасам, өкінгенім шамалы. Тұрардың басын өз еркімен босатқанына іштей масаттанып, болашағына жарқын жоспарлар құрып қойғанмын. Жексеннің мені жақтамай, келіннің жағына шығысуы жүйкеме тиді. Оның ызыңын тыңдайтын менде құлақ та, құлық та жоқ. Көңілі түсіп, тамаққа тәбеті татпаған балам көз алдында күн санап солып барады. Әбден ішқұса болған баламмен ашық сөйлесіп, мәселенің басын ашып алғым келді. Балам, не болды саған? Басың бос, енді сен де толық еркіндік. Қуанбайсың ба? Жоқ, мама. Менің жаным Арай қуанса қуанып, жыласа қоса жылайды.
Мен онсыз сүре алмаймын. Баламды да сағындым деді. Жаным-ау сол, өзің әлі баласың ғой, саған бала не керек? Маңдайыңда үлбіреген арулар толып жүр емес пе? Әлі-ақ бәрін ұмытасың, өмірің алда. Жоқ, мен Арайды сүйемін. Баланы да өзім баламдай қабылдадым. Не? Не дейсің? Біліп ем сол салдақының басын айналдырып алғанын. Иә, мен өз баламды жақсы білемін. Мейірімді, жүрегін құйтырқы әрекетімен пайдаланғанын ешқашан кешірмеспін. Мама, олай демеңіз, Арай жаман қыз емес. Қалай болса да мен онымен бірге болуды қалаймын. Бізге бір мүмкіндік беріңізші деп жалынған баламның көңілін қимадым. Жексен екеуміз құдалардың үйіне барып, бір кесе шайын ішеріспестен келінімізді үйге келдік. Жалтақтап қалған Арай сәл нәрсеге алаңдап, қит етсе жылап қалатын. Науқас баласына қарауды қойып, менің көңілімнен шығуды ойлайтын Арайға күннен күнге бауыр баса бастадым.